Ассалаумағалейкум қазақтарым. Алдында да айтқан едім, тағы да қосымша айта кетейін. Мына тәңіршілдер деген қазір көбейіп келе жатыр. Исламға, Аллахқа қарсы үгіттеуде халықты, білімсіз халықты. Тәңіршілдік деген не? Тәңіршілдік деген бұл шайтанның ісі. Алла тағала Құранда айтады, адамдардың арасында да шайтандар бар деп. Бұл сол шайтандар болып табылады. Кәпір болып табылады. Бұлар айтады, біз қалмақпыз дейді. Ал қалмақтың кім екенін жақсы білесіздер. Қалмақ деген қазақтың аты жау. Кезінде қазақтарды мың-мыңдап, миллиондап қырған қалмақтар. Мына тәңіршілдік деген шаманизм сол кезде келген. Қалмақтар өздерімен бірге шамандарды дала келген. Сол шамандар осы шаманизм таратқан, барабанды соғып, жын шайтандарын шақырып, билеп, елді жынды қылатын. Шаманизм деген дінге ешқандай қатысы жоқ. Сол сияқты мына тәңіршілдік дегеннің де дінге ешқандай қатысы жоқ. Тәңіршілдік дін болу үшін ең алдымен Тәңірдің кітабы болу керек. Адамдарға тәңіршілігі түсірген. Мысалы, Алла тағала Құранды түсірді, Библияны түсірді, Тауратты түсірді. Ал енді Тәңір нені түсірді? Ештеңе түсірген жоқ. Өйткені шайтанның кітабы жоқ. Шайтанның кітабы. Ал енді бұлар айтады, біздің ата бабамыз тәңіршіл болған деп. Атаның бас. Қай атаң айтып кетті? Көрсетші, қай кітапта жазылған? Қазақтар тәңіршіл болсын деп. Ешқайда жоқ. Оның бір өтірік. Шайтан қалай, өтірік айтсақ қалай халықты азғырса, бұлар да солай шайтан боп, шайтанның құлы боп, халықты азғырып, Аллахтың жолынан адастыруда. Шайтан бұлар сендіріп тастады ақымақтарды. Өйткені бұлардың милары жоқ, ойлайтын ақыл естері жоқ. Мысалы, Аллахтың шариғаты бар, адамдарға түсірген. Осылай өмір сүріңдер, осылай істеңдер, былай істеуге болмайды деген. Ал енді Тәңірдің түсірген қандай шариғаты бар, қандай кітабы бар, айтыңдаршы, ештеңе жоқ. Босқа, ауадан басқа мына. Бұлар бірдеңе десе, Аллахты, исламды жақтап шықсаң айтады, сен араб құлсың деп. Біз ешқандай да араб құл емеспіз, біз Аллахтың құлымыз. Біз исламды қабылдаған кезде біз араб болып кеткен жоқпыз. Аллахтың құлы болдық, мұсылман болдық. Өйткені ислам арабтарға түскен жоқ. Бүкіл жер бетіндегі адамдарға, бүкіл жер бетіндегі жындарға, шайтандарға түскен. Соның ішінде кім Аллахтың жолын ұстады, сол тура жолға түсті. Ал енді кім шайтанның артынан ерді, ол адасып шайтанның артынан ертең тозаққа түседі. Өйткені шайтан Аллахқа уәде берген. Мен сенің тура жолыңда отырып ап дейді, саған келе жатқан адамдардың алдынан, артынан, жан-жағынан келіп, оларды азғырып, сенің тура жолыңнан адастырам дейді. Сосын Алла тағала оған уәде берген. Сендер бәрің менің құлдарымды адастыра алмайсыңдар, адасқан, сенің артынан адасқандардың бәрі тозаққа барып, тозақтың отына жанады деген. Сондықтан да Аллахтың жолымен жүріп, жұмаққа барыңдар мәңгілік, жұмақта болатын болып. Ал егер кім Аллахтың жолымен жүргісі келмейтін болса, онда мәңгілік тозаққа барып, тозақтың отына жаныңдар, шайтандарыңмен бірге. Жолдарың болсын.